Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай сірне тағамның рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Бетінде осындай розочкалармен дастарханның көркін ашатын керемет тағамның бірі. Жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қоңырауша белгісін все деп таңдап қойсаңыздар, сіздерге әрқашанда жаңа видеом ашылатын болады. Алдымен біз етін турайтын боламыз. Мен осындай сиыр етімен жасайтын боламын. Ірі ғып, үлкен кусок қып турайтын боламын. Етіміз турап болдық, дайындап болдым. Енді осындай шұңқыр ыдысқа салып қоямыз, ыңғайлы болу үшін. Ендігіде пиязымызды жуып ашып, екіге бөліп, сақина тәрізді, жарты сақина тәрізді қып, осылай жіңішкелеп турап алатын боламыз. Пиязымыз да дайын болды, осылай ыдысқа салып, енді қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз, үстінен етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Қуырылып жатыр, үстіне пиязымызды салып, біраз қуырамыз. Енді дәмдеміштерден тұз, паприка және қара бұрыш салдым. Паприка дәмін өте дәмді келтіреді. Паприка қосқан өте дәмді болады тамақтың дәмі. Осылай жақсылап біраз қуырып аламыз. Етіміз қуырылғанша көкөністерімізді дайындаймыз. Сәбізімізді осылай екіге бөліп, бірнеше осындай ұзын шағып бөліп алатын боламыз сәбіздерімізді. Картоптарымызды екіге бөліп аламыз. Менде орташа картоптар дайын болды. Ыдысымызға салып аламыз ыңғайлы болу үшін. Енді үстіне дәмдеуіштер себеміз. Тұз, қара бұрыш және паприка салдым. Осылардың барлығын жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Енді үстіне сұйық май құямыз. Сұйық майымыздан құйып, араластырамыз, барлығын бойына сіңдіртіп. Енді қазанымызды еттің үстіне картоп, пияздарымызды, сәбіздерімізді барлығын саламыз. Ешқандай да су құймаймыз. Осы еттен шыққан суына баяу отта пісіретін боламыз. Қақпағын жауып, баяу отта пісіреміз. Ендігіде қамырымызды дайындаймыз. Бір жұмыртқамызды салып, орташа қамыр елейміз. Тұздық су дайындап қойдым. Тұздық судан қосып отырып, орташа қамыр елейміз. Қамырымыз дайын болып қалды. Әбден иығын қандырып, бірнеше басып шығамыз. Қамырымыз дайын болып қалды. Осы қамырды салафанымызға салып, біраз тұнықтырып қоямыз. Менде біраз 10-15 минут тұрды. Енді қамырымызды жұп-жұп қағып, орамаға жайғандай жаятын боламыз. Қолдың көмегімен әбден осылай басып, үлкейтіп аламыз.
Енді оқтаудың көмегімен жазамыз. Қамырымыз осымен дайын болып қалды. Енді ортасына сұйық майымызды жағамыз. Сұйық майды барлық жағына кесочканың көмегімен жағып шығамыз. Осылай екі бүктеп бір-біріне жабыстырсаңыз, бүткіл жеріне қамырдың май барады. Мен әрқашанда осылай жасаймын. Өте ыңғайлы. Енді қамырымызды кесеміз. Осылай ұзынша кесіп, және ортасынан бір бөлеміз. Енді ортасына салмамызды мен алдын ала дайындап қойдым. Сәбіз, пияз және тартылған ет қостым. Дәмдеуіштерден тұз, қара бұрыштан қосып, май қосып дайындап алдым салмасын. Енді осылай розочкаларымызды түйіп, осылай әдемі қылып жасап аламыз. Міне біріншісі дайын болды менде. Осындай болып шығады. Енді екіншісінде салып сіздерге көрсететін боламын. Өте оңай, жеңіл жасалынады. Жасап көріңіздер. Міне екінші розочкамыз да дайын болды. Міне осылай барлығын түйіп, барлығына салып шығамыз. Міне үшіншіміз де дайын болды. Осындай әдемі болып шығады. Міне барлығымен де дайын болды. Енді мантаваркамызда 40 минут пісіріп аламыз. Осымен сірнеміз дайын болды. Өте дәмді және өте әдемі керемет болып шықты. Еті жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді тағамның бірі. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.